Сәлем достар, 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда ең төменгі жалақы 70 мың теңге болды. Кәсіп орындарда барлық салада жұмыс істейтін жалақысы 70 мың теңгеге дейін 1,8 миллионға жуық жалдамалы қызметкерлердің ақшалай табысы өседі. Мұғалімдер 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап балабақша тәрбиешілерінің, мектептер мен колледж педагогтерінің, сондай-ақ қосымша білім беру жүйесі мамандарының жалақысы 25%-ға өседі. Сонымен қатар мұғалімдер алатын жалақысы қосымша төлемдер белгіленеді. Бұл біліктілік санаты үшін лауазымдылық жалақының 30%-нан 50%-на дейін, магистр дәрежесі үшін ағылшын тілінде пәндерді жүргізу, дәптерлерді тексеру, сынып жетекшілігі және тәлімгерлік үшін қосымша төлемдер төленетін болады. Денсаулық сақтау министрлігі өкілдерінің дәрігерлердің жалақысы 30%-ға, медбикелердің жалақысы 20%-ға дейін өседі. Дәрігердің орташа жалақысы 531 мың теңге, орта медицина қызметкерлерінің жалақысы 249 мың теңгеге дейін көтеру жоспарланып жатыр. Медицина қызметкерлерінің, соның ішінде денсаулық сақтау ұйымдары, педагогтердің жыл сайынғы жалақысы 20%-ға өседі. Полиция қызметкерлерінің жалақысы 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап лауазымдық жалақылары өседі. Жоғары оқу орындарының оқытушылары 33%-ға, орталық ақпарат инспекторлары 23%-ға дейін, аудандық деңгейде 21%-ға дейін, аймақтық деңгейде 18%, кіші басшы құрам 19%, сыртқы қызметтердің қызметкерлері 13%-ға дейін өседі және патрульдік полиция қызметкерлері 10%-ға дейін жалақы алып отырады. Сонымен қатар өрт сөндірушілер 2023 жылы жалақының өсуі 10-70%-ға дейін алып отыратын болады. 2023 жылы қарулы күштер әскери қызметшілер лауазымдылық жалақысын орта есеппен 60%-ға жоспарлап жатыр. Ұлттық ұлан мен ішкі істер министрлігіне ұқсас 3 еселенген жәрдемақы мөлшерінде төлемдерді арттыру қарастырылған. Студенттердің стипендиясы 2023 жылғы 1 қыркүйектен бастап университет студенттерінің шәкіртақысы 20%-ға, ал магистр мен докторларға арналған шәкіртақы 15%-ға өседі. Каналыма жазылып, лайк басып қолдап қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.